жинап тастаған ана әкімшіліктен звондапты, жалау көтермеңдер деп. Өз елімізде осындай не болып жатырмыз. Ұят нәрсе, о мынау деген. Әкім, біз Қазақстанда жасап жатырмыз ғой, Россияда емес қой. Соны неге түсінбейсіздер? Бізге де айтып жатыр ғой, ертең бізді шақыру мүмкін орган. Шақырғанда сіздер орындарынан алып тастайды қорғасыздар ма сонда? Жоқ, орындан қорқып жатқан жоқ. Оны не қылыңыздар, біз Қазақстандамыз деңіздер. Мәселе онда дейсіз ба? Жоқ, мәселе енді сонда болып тұр ғой енді. Жоқ, мына көтергенде мысалы өлеңді мен мысалы Россияға барып мен Қазақстанның туын көтеріп жүрсем дұрыс ол. Ана жақтан давай закройте дейді. Как мирный митинг сияқты дейді. Бұл митинг емес қой мысалы. Жалауды сондай немен түсініп жатыр да бұлар. Түсінбе, ол біліп тұр. Бұлар специально өздерінің саясатын құрып жатыр мына жерге. Бұл жамандық емес қой. Көтеріңдер, көтеріңдер. Үшінші жалауды маған беріңдер, мен ақ көтерейін.